Баршаңызға қайырлы күн, достар. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі мейрамға орай сіздермен Наурыз көже рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, рецептісін өздеріңізге сақтап алыңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: арпа, бидай, тары, жүгері, айран немесе қатық, құрт және де сүрленген жылқының еті. Ыдысқа салқын су құямыз, оның үстіне сүрленген етті саламыз, оттың астын орташа қылып қоямыз. Осы кезде дәміне қарай тұз саламыз. Ең алдымен бидай, тары, арпаны ыстық су құйып, бұқтырып қоямыз. Содан соң тәрелкелермен жауып, шамамен 2 сағатқа бұқтырып қоямыз. Сорпамыз жайлап қайнай бастаған кезде бетіне көбігі шығады. Тазалаймыз және де оттың астын жайлап 2,5 сағаттай пісіреміз. Бізде ет толықтай пісіп шығуы керек. Тағы бір қарап шығайық. Тазалаймыз. Сорпамыз мөлдір таза болу үшін бірнеше рет көбігінен тазартамыз. Сорпамызды 2,5 сағаттай қайнаттық. Етіміз пісті. Піскен етті суытамыз. Ет піскенше бидай, арпа, тары ыстық суда бұқтырылып тұрды. Сорпаны қатты қайнатамыз. Оған ең алдымен бидайды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қақпағын жауып 30-40 минуттай пісіреміз. Ал енді құрттың үстіне ыстық сорпаны құйып, оны езіп қоюымыз қажет. Ыстық сорпаны құйып 20 минуттай қойып қойсаңыздар, өзі кішкене жіби бастайды. Содан соң осылай үстін басып, езіп шығамыз. Ал піскен етті осылай ұсақ бөлектерге турап шығамыз. Бізде 30 минуттай өтті. Енді сорпаға тарыны саламыз. Қақпағын жауып 5 минут пісіреміз. Оттың астын өшіреміз және де піскен етті саламыз. Ең соңында мен жүгері салдым. Оны пісіруге қажет емес, себебі консервтегі дайын жүгері болғандықтан. Көжені бөлек ыдысқа құйып, суытып алғандарыңыз дұрыс. Себебі қатық немесе айран құйған кезде іріп кетпеу қажет. Ал енді көжеге дәміне қарай езілген құртты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ең соңында айран құямыз. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Біреулер көженің қою болғанын жақсы көреді. Ол кезде айранды аздау қылып салсаңыздар болады. Маған өзіме сұйық болған ұнайды. Ол кезде көптеу қылып құйсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, құт береке тілеймін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Айнұр.